вашей творческой деятельности, чем вы еще занимаетесь в свободное время? Возможно, у вас есть какое-то хобби? Шешендік сөз өнерімен қоса мен өзім жаңағы бір әу деп жіберетінім бар. Түрлі жаңағы тойларда халықтың алғысына бөленіп, жаңағы абыройым асқақтап, сол жерде жаңағы өзімнің тұла бойыма біткен өнерімді халыққа паш етем. Яғни осы ән айтамын. Осы біздің мектебімізде вокал үйірмесі бар. Вокал үйірмесінде осы 7-ші сыныптан бері келгеннен бері менің әндерімді 5 сағат бойы тыңдайтын өзімнің ұстазым Қаратаев Ербол. Ол кісіге де үлкен алғысымды білдіремін. Осы сахнаға шығып, немесе даусымның бірде-бір жері өзгеруі, немесе жуандауы, қоңыр дауысты болуы дәл осы кісіге де байланысты. Аружан, сізден біз бір керемет ән сұрар едік. Қалай бұлайынан акапельно ән шырқап бере алатындай қазір жағдайдасыз ба, болмаса болашаққа қалдырамыз ба? Әу демейтін қазақ жоқ, бір әу деп жіберейік, рұқсат болса. Керемет. Ай өтпеңіздер, сәл сырқаттанып қалғаным бар, сондықтан да барға қанағат деп отырсаңыздар. Мархабат. Айналайын қарағым, қал жақсым ай-ай, есен аман жүрмісін жарқыным ай-ай, көрмегелі көп айдан жүзі болды-ай, есен аман жүрмісін жарқыным ай-ай, күміс құман-ай, отта тұрған-ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған-ай, бекзаттарым-ай, жекжаттарым-ай. Қымыз. Пайда болғаннан бері рүпілдеп соғып тұр. Көшеде жыр оқып көсілдім. Серіппей көрпесін сезімнің. Ойын сұратындар. Этот саундтрек в каком фильме звучит? Знаменитый фильм. Это танымал французский фильм. Бар ма? Бірден неге көшеміз? Қараңыздар. Там бөлімдер. Бірінші бөлімде қатысушыларға музыка заманда сұрақты қойып береді. Сұраққа жауап бересіздер. Екінші бөлімде музыка тыңдайсыздар, және музыкалық картина. Музыкалық картина білеміз ғой, көзге елестету анау мынау сол. Яғни музыка тыңдау деген жаңа түсінікті шығар. Яғни маған музыканы мына музыканы тыңдағанда не елестеттіңіз? Тыңдаймыз? Елестетеміз. Что он может представить под эту музыку? Вообще музыка... О! Не делать, да? Готовы? Задайся нам? Вот, роли терминатора рукой, держи. Все, идем. Туда выйдешь, нет? Все, давайте. А мне не видно. Жұмекен, Нәжімекен, өте дұрыс, иә? Жұмекен Нәжімекен сөзін жазды, Шамши Қалдаяқов. Кім? Композитор, ән жазды. Далее потом последний, кто написал? Назарбаев, сөзін. Изменил кішкене. Далее, екінші сұрақ пен жауапты, сөзін жазды, жауапты міне арасында болады. Далее екінші сұрақ. Құрманды атаңыз кім болған? Күйші. Күйші? Композитор. Дұрыс. Да, бұл жақта врач бол, бұл жақта врач бол. Күйші композитор болған дейді. Далее үшінші сұрақ.
қазақтың көрнекті дәстүрлі әндерін қалаушылар кімдер? Представители народных традиционных песен, да? Бар ма? Құрманғазы және Нет. Правильно? Представители традиционных песен. Арқа әндері. Көкшетауды өмір сүргенбіз. Мен айттым ғой, дәстүрлі әнді жазған. Жауап сұраққа қол көтеріп айтамыз. Кім біледі? Жауап бар ма? Жоқ па? Келесін өтеміз. Дұрыс елестеп қойды. Правильно. Лақ айтсам да кім? Один дома, но стоп. Ал тұр. Правильно, көктем. Қандай табиғат? Гүлдер, тағы не есіліп қойды? Құстар. Құстар обычно қайда болады бұл жерде? Қандай мекенде болады? Қандай мекенде? Осындай жерде құстар көп болады. Қайда болады құстар? Орманда, правильно. Получается, не елестетеміз? Орманның дағы жүрген көріңіз, иә? Енді толық айтшы осыны, толық. Музыка тыңдадым, толық айтып берген. Мен орманда жүрмін, елестеттім, осыны айтып жүрмін. Ормандағы мен, ормандағы көктемді елестеттім. Ормандағы көктем, иә? Так, заранее код поем, здесь забираем. И смотрите, бараны. Бір рет есть возможность посмотреть, потом уже второй раз Это не детский кино. Таза сіздерге көрсетейін, например. Бүгін сабақ барасың ба, например, а мен сабақ барасың бүгін? Мен сабақ оқымайын. Осылай, примерно. Видите, здесь нужно креативное озвучивание. Дайсыздар ма? Все, басымызды қойып. Кім сөйлейді? Амир ма кім сөйлейді? Давай. Бірақ дауысы шығарып тұрайсың. Да, айдыр. Айдыр. Молодец. Ғалым сонда кино. Кино қара деп айтқан жоқпын. Здесь смысл озвучку делать. Не важно, какое кино, даже если кино болса да, вам нужно свой озвучку сделать. Да. Қалай? Атамекен авторы кім? Білесің ба? Хорошо, Атамекен. Авторы Атамекен Ескендір Хасанбаев. Келесі, ұлдар. Ой, жеті ма всегда? Жеті болса жеті да. Жеті болса жеті. Тыңдайсыздар. Знаменитая песня. Асыл әжем. Кім орындаушы еді? Білесіздер ма? Асыл әжем, да? Кім қойып? Шәмші қалдар. Кім поет болады? Композитор деп соға жатыр. Кім поет болады? Білесіздер ма? Жарайды. Қарақат айтады. Осыны танымал ән негізі. Всегда на день пожилых всегда поют песню. Хорошо, келесі қыздар. 9. 9. Torikane, следующий қандай? О, қысқа айтын, ә? Да, это наш фильм какой-то. Все это просто вещи. О! Есік, забор жасалып жатыр. Міне сәл емес бұл. Міне
бұзаудың аранын істедік, төбенің бәрін. Папа екеуміз. Мына жерде бақсақ, міне, көріне ме, көрінбей ме? Қойдың аранын істедік, міне, есігі бәрін ауыстырып. Папамыз ұрысып, төбелесіп, әйтеуір бірдеңе қылып істедік. Міне, төбесін бәрін жаптық. Сол онды болды, осы жұрда тағы бір жаңбыр жауды, рахаттанып жатыр ішінде қойлар. Енді анау ғана тұр. Оны сыртын қаптайық дегенбіз, жаңағы профилистпен. Шын бәрін тазалап, анау перегородкасын алып тастап, көмір қораны айтам. Сол ғана тұр істейтін. Оған бірақ шифер 0. Шифер бітіп қалды. Сондай жағдай. Болды. Қаздар келді, әне, тажалдар.